Пайғамбар мен жыланның серттесуі. Бір заманда Мұхаммед пайғамбар мен Әбубәкір жаудан қашып, үңгірге тығылады. Жылан шаян зақымет қылмасын деп, Әбубәкір үстіндегі киімімен тесіктерді бітейді. Бір қуысты бітеуге киімі жетпей, жалаңаш аяғын сұғады. Түнде аяғын бір жылан шағып алады. Әбубәкірдің екі ерні көгеріп, өлуге айналады. Пайғамбар жылан шаққан жерді пышақпен тіліп, уытын сорып жатады. Кенет бір жыланның басы көрінеді. Пайғамбар: «Ей жылан, сен Әбубәкірді неге шақтың? Оның кім екенін білесің бе?» дейді. Жылан: «Я Хабибулла, амалдың жоғынан шақтым. Мен үңгірдің иесімін. Сені күтіп жатқаныма неше мың жыл болды. Сені бір көріп, дидарласайын деп ойлап едім. Сөйтсем, досың тесіктің бәрін бітеп тастапты. Амалдың жоғынан шақтым» дейді. «Ықыласыңа рахмет, не тілегің бар?» «Сені Тәңірім дүниеге рахмет ету үшін жіберген. Сол рахметіңнен менің ұрпағым да үлес алсын. Үмбетіңе айтшы, ұрпағымды бей-берекет өлтірмесін. Дегенің болсын. Үмбетіме жылан көрсең басына ақ құйып шығарып салыңдар деп өсиет қалдырамын. Достығымыздың белгісі ағарған айран болсын» дейді. Содан бастап мұсылмандар үйге кірген жыланның басына ақ құйып шығарып салатын болыпты.